Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен авиация колледжінің химия пәнінің оқытушысы Ашықбаева Әсем Қазбекқызы боламын. Бүгінгі біздегі презентация тақырыбы, сабақтың тақырыбы периодтық жүйенің екінші А топша элементтерінің жалпы сипаттама беру элементтеріне. Осындай шығармашылық сұрақ: неліктен өнеркәсіптік қалалардағы ескерткіштер ауылдық жерлерге қарағанда тезірек бұзылады? Осы сұраққа жауап берсеңіздер, құрметті студенттер. Яғни тақырып бойынша, Оқу мақсаттары: екінші топ элементтерінің жалпы қасиеттерін білу, екінші топ элементтерінің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру. Жалпы сілтілік металдар, егер назар аударсаңыздар, оң жақта бізде бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий деген элементтер берілген. Бұл бізде екінші А топша элементтері сілтілік жер металдары деп аталады. Сілтілікке қосарлама ретінде жер сөзін ғалымдар екінші топтың оксидтері үшін қолданылған. Электрондық конфигурациялар: екінші топтың элементтерінің екі валенттік электрондары бар. Яғни соңғы қабатында екі валенттік электрондар бар. Нақты қарайтын болсақ, кестеде де берілген, әр топ элементтерінің сыртқы валенттік электрондары екіге тең. Яғни олардың валенттілігі екіге тең болады. Жалпы электрондық конфигурация NS2 түрінде жазылады. Яғни бұл элементтердің бейметалдармен қосылыстары иондық қасиет көрсетеді. Атомдық және иондық радиустары: екінші топтың элементтерінің атомдық және иондық радиустары атом нөмірі бойынша артуымен, яғни бұл жерде атом нөмірі дегеніміз Z нөмірі, артуы бойынша олардың атомдық радиустары артады екен, үлкейе береді. Иондану энергиялары: бұл жерде керісінше, атом мөлшерінің үлкен болуына байланысты олардың иондану энтальпиялары төмен болады. Мына жерде кестеде көрсетілген, бізде графикта иондану энергиясының өлшем бірлігі қандай еді? Ол килоджоуль бөлінген мольге тең. Топ бойынша сілтілік жер металдарының иондарының иондану энергиясы азаятынын да мына жерде бізге белгіленіп көрсеткен. Физикалық қасиеттері: суретте қарайтын болсақ, мына жерде бериллий мен магний элементтерінің металдарының түстері сәл ерекше, ашық түсті болып келеді, қалғандары ақ, күміс түсті жылтыр металдар болып кездеседі жер қойнауында. Температурасы бериллий мен магнийға салыстырмалы түрде қатты және олардың балқу және қайнау температурасы үлкен, себебі олардың атомдық радиустары кіші болады. Мына жерде графикпен белгіленген, қайнау температурасы және олардың тығыздықтары ρ. Жалпы сипаттамасы да берілген, өлшем бірліктермен, өлшеммен қандай металл, қандай балқу температурасына ие. Физикалық қасиеттері: жалпы металдарға жалынмен әсер еткенде олардың электрондары ең жоғары. Сондықтан да металдар түрлі түсті жарық түрінде энергия шығарады. Мысалы, бұл сапалық анықтауда және фотометрияда қолданылып келеді. Қазіргі таңда, мысалы, кальцийдің жалын түсі қарайтын болсақ, мына жерде белгіленген, бізге қызғылт түсті береді екен. Стронцийдің жалын түсі қызыл түсті. Барийдің жалын түсі, мысалы, ашық жасыл түсті болады. Химиялық қасиеттері: яғни топ нөмірі бойынша, атомдық салмағы бойынша белсенділігі артады екенін біз анықтап алдық. Өте белсенді металдар болып табылады. Бұл жерде бізде ауада жарық жалынмен жанып, нәтижесінде олардың оксидтері мен нитриттері түзіледі. Өте белсенділігінің қасиетіне байланысты жер сілтілік металдары яғни ашық күйде сақталмайды, керосиннің астында сақталады. Себебі мына ауаның құрамындағы оттекпен, азотпен белсенді реакцияға түсуі мүмкін. Сілтік жер металдардың қосылыстары құрамы жағынан ұқсас, яғни оксидтері металл О, гидроксидтері металл OH кеселенген, сілтілері, карбонаттары металл СО3, сульфаттары металл SO4. Бұл жердегі металл кез келген сілтілік металл болып саналады. Химиялық қасиеттері белгіленгендей, бериллийді қоспағанда, себебі не себепті қазір көреміз. Екінші слайдта бериллий екідайлы қасиет көрсетеді, өйткені ол амфотерлі элемент болып саналады. Барлық сілтілік жер металдар сутек газы мен ыстық ортада гидриттер түседі, H2 мен. Мысалы, мына жерде бізге белгіленген магний H2 қатты зат бөлінеді. Кальций, стронций және барий металдары сумен әрекет гидроксидтер және сутек газын түседі екен.
яғни өте шабытты әрекеттеседі. Мына жерде сумен әрекеттесу сіздерге көрсеткен демонстрация ретінде, иә, мынау бөлінген су булары, бұл сутек газы, иә. Екінші топ металдар оттек, азотты тотықсыздандырып, оксидтер мен нитридтер түзеді. Химиялық қасиеттері: металдар галогендермен әрекеттесіп, галогендер береді бізге, иә, түзеді. Қышқылмен оңай реакцияласады, себебі олар өте, иә, шабытты әрекеттеседі. Және де мысалы магний азот қышқылымен реакцияласып, сұйық немесе концентрлі түрде, иә, газдар түседі. Ол мысалы NO2 газы, иә, азоттың диоксиді немесе N2O газы. Және де жаңағында айтып кеткендей, бериллий амфотерлі элемент болғандықтан, иә, ол екідайлы қасиет көрсетеді. Мысалы қышқылмен әрекеттескенде, ашқылор қышқылымен сіздерге беріліп тұр, иә, бізде тұз бөледі, бериллий хлор-2 хлориді, иә, бериллийдің. Және де сілтімен әрекеттескенде, натрий OH-пен реакцияға түскенде, иә, сулы ортада бізге не береді? Күрделі қосылыс, комплексті қосылыс береді. Бекіту тапсырмаларына жауап берсек, 6 бекіту тапсырмасына, және де осы тақырыбымызды қорытындыласақ. Жақсы, назарларыңызға көптен көп рахмет.